Қазалы ауданында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 35 жылдығы аясында Бахадүр Батыр Әбілқайыр ханның сенімді серігі Киікбай Құлжаманұлының 325 жылдығына арналған Киікбай бабам киелім рухыңа бас иемін атты тағылымды шара өтті. Тағылымды кешке аудан тұрғындары, зиялы қауым өкілдері, батыр ұрпақтары мен жастары қатысты. Шара барысында Киікбай Құлжаманұлының ерлік жолы мен ел тарихындағы орны кеңінен насихатталып, оның өнегелі өмірі туралы айтылды. Құлжаманұлы Киікбай атамыздың асын беріп жатырмыз 325 жылдық туғанына байланысты. Мына асқа келген барлық халыққа рахмет айтамын. Бұл астың басты мақсаты Киікбай базамызды ұлықтау. Мерекелік бағдарлама аясында патриоттық әндер шырқалып, көрермен назарына сахналық қойылымдар ұсынылды. Өнерпаздар батыр рухына тағзым етіп, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін шығармаларды орындады. Ел болу үшін бірлікпен бір басшы болу керек болды. Ол кезде мен 17-де едім. Тағылымды шара барысында Киікбай Құлжаманұлының ел қорғаудағы ерлігі мен тарихи мұрасы кеңінен дәріптелді. Батырдың өнегелі өмір жолы жас ұрпаққа үлгі ретінде насихатталып, ұлттық рух пен елдік құндылықтардың маңызы айқындалды. Бұл асы берекесі тойлана берсін бабамыздың. Аруағы тола берсін, желе берсін. Еліміз аман жұртымыз жау тимесін елімізге. Халқымның әл-қуаты күшейіп, мықты ел болайық, алдын қатар ел болайық. Осы арманы болған бабаларымыздың қазақ деген елі алдын қатар ел болсын, әлем таныған деп. Мына негізінде осы бабалар ғой әлемге танып жатқан қазақ халқын. Шара барысында Киікбай Құлжаманұлының ерлігі мен ел қорғаудағы қайсарлығы жыр термелері арқылы дәріптелді. Киікбай бабам киелім, асылда болат сүйегің, отаның болған сүйерің, рухыңа бас иемін. Осылайша Киікбай Құлжаманұлының 325 жылдығына арналған тағылымды шара батырдың тарихи мұрасын дәріптеген мазмұнды кеш ретінде өз мәресіне жетті. Зере Аралбайқызы, Ерғанат Асаутаев, Серік ТВ телеарнасы.